Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ақыны, данышпан ойшылы. Оның балалық шағы Семей өңіріндегі табиғатпен етене байланысты өтті. Жастайынан білімге құмар Абай медреседе оқып, араб, парсы, түркі тілдерін меңгерді. Жас Абай ауылға оралып, халықтың сөзін тыңдап, елдің мұң-мұқтажын түсіне бастайды. Ол табиғаттың тынысын тыңдап, шабыттана жыр жазатын. Ол Абай шығыс пен батыстың озық ойлы еңбектерін оқып, терең философиялық білім алды. Ол халықты білімге, өнерге, еңбекке шақырды. Ақыл мен парасатқа үндеді. Абай ауылына мектеп ашып, балаларға білім беру ісін қолға алды. Табиғат Абайдың рухани серігі болды. Әрбір жапырақ, әрбір дауыс оның шабыт көзі. Ол терең ойлы қара сөздерін жазды. Бұл қазақ руханиятына қосқан баға жетпес мұрасы. Абай тек ақын емес, ел ағасы да болды. Халық арасындағы дау-дамайды әділ шешкен, оның шығармалары ел ішінде кең таралып, ұрпақ тәрбиесіне үлкен үлес қосты.